Шәкәрім атамның керемет өлең жолдары бар. Әсіресе жастарға, сізбен бізге арналған, ғылымға қызығатын, білімге қызығатын адамдарға айтады. Сен ғылымға ынтық болсаң, бұл сөзімді әбден ұқ дейді. Яғни адам бір талаптанса, бір нәрсе білуге асықса, Шәкәрім бабамыздың осы бір сөзіне үңілсе екен. Білгеніңнің жақсысын қыл, білмегенді біле бер дейді. Бұл жалғанда адам көп нәрсені біледі. Оның ішінде сауапты нәрселері бар, күнәлі нәрселер бар. Сол білгеніңнің барлығын мен білемдікке салынып істей беруге де болмайды. Бұл жерде шариғатымыздың шеңбері бар, Алланың салып берген жолы бар. Жалпы мұсылман адам осы жолдан шықпау керек. Осы жолда Шәкәрім бабамыз айтады, білгеніңнің жақсысын қыл. Яғни адам күнәлі істерді де білуі мүмкін, адам оңбағандықты да білуі де мүмкін, біреуге қастық қылуды да білуі мүмкін. Бірақ оның барлығын ысырып қойып, білгенінің жақсысын қылады. Білгенінің жақсысын қылады, және де білмегенді біле бер дейді. Адам маған осы жетеді, менің өмір сүруіме осы жеткілікті деп тоқтап қалуына болмайды. Адам кітап оқымаса, адам бір нәрсеге ұмтылмаса, жақсылыққа қарай жетелеп тұратын бір, оған алға қарай ұмтылатын бір қызық болмаса, оның миы, әсіресе ми талшықтары оқымағаннан кейін, білімге қызықпағаннан кейін өле бастайды. Содан кейін, мысалы, біздің тәжірибемізде көрініп жатады, егде тартып қалған ақсақалдар бар, немесе 30-дан асып орда бұзайын деп тұрған жігіттер бар, 40-тан асып қамал олайын деп тұрған жігіттер бар. Қарапайым араб әліппесін немесе тәжвидті қабылдай алмай жатады. Өйткені соңғы рет мектепте 11-ші класста кітап оқығаннан кейін оның миы сол бір деңгейде қалып қойған, яғни дамымаған. Сол үшін де адам әрқашан білгенінің жақсысын қылып, білмеген нәрсесін білуге ұмтылу керек.